Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының кірісі 2,5 есеге артты. Биыл қордың таза табысы 436 миллиард теңгеге жеткен. Бүгін басқарма төрағасы Ахметжан Есімов президентке компаниялар тобының 9 айдағы жұмысы туралы есеп берді. Самұрық қазынаның құрамындағы елдегі ең ірі стратегиялық компаниялар кіреді. Энергетика, мұнай, газ, атом өндірісі, көлік тасымалы, байланыс саласы секілді ел байлығының ең ауқымды үлесі шоғырланған. Карантин кезінде мұнда жұмыс орындары толық сақталды. Қызметкерлерге еңбекақы да уақытылы төленіп отырған. Жыл басынан бері компаниялар тобы 2,5 триллион теңгеге отандық бизнеспен шарт жасасты. Жергілікті кәсіпорындарға 12 мың тапсырыс берілген. Аталған кәсіпорындарда 280 мың адам жұмыс істейді. Енді есеп бойынша мемлекеттік бюджетке 170 миллиард теңге көлемінде салық төлемдері түсуі тиіс. Сондай-ақ қор активтерін жекешелендіру бағдарламасы да жалғаса бермек. Ал республикалық Егемен Қазақстан газеті және Халықаралық түркі академиясы секілді іргелі ұжымдарды басқарып отырған Дархан Қыдырәлі мемлекет басшысына пандемия кезінде қолға алған жаңа жобалары туралы айтып берді. Хакім Абай мен ұлы ғұлама Әл-Фарабидің мерейтойы аясында аталған ұжым халықаралық онлайн жиындар мен конференциялардың өтуіне мұрындық болды. Сондай-ақ тұлғалардың шығармалары өзге тілге аударылды және Алтын Орданың 750 жылдығына арналған кітаптарда жарық көрді. Кездесуде мемлекет басшысы Егемен Қазақстан газетін заманауи талаптарға сай шығарып, халықаралық түркі академиясының жұмысын одан әрі ілгерілете беруді тапсырды. Елімізде экологиялық нормаларды бұзған кәсіпорындарға жаза қатаңдатылуы мүмкін. Жеке тұлғаларға әкімшілік жауапкершілік мерзімі 2 айдан 1 жылға, заңды тұлғалар үшін 1 жылдан 3 жылға дейін ұзарту қарастырылып жатыр екен. Экологиялық заңнаманы үнемі бұзатын ірі кәсіпорындарға қатаң жаза қолданылады. Бүгін мәжілісте экологиялық кодекс жобасы және экология мәселелері бойынша бірқатар заңдарға өзгеріс енгізу жөніндегі құжаттар мақұлданды. Индира Жылқайдарова толығырақ әңгімелейді. Таза ауа, тұнық су, тылсым табиғат, оны лайлап, ауасын ластауды мейлінше азайту мемлекет деңгейіндегі міндет. Ауаны бұлғаған кәсіпорын айыппұл төлейді. Жаңа экологиялық кодекс жобасында егер нысан озық қолжетімді технологияларды уақытылы енгізсе, төлемнен босатылуы ғажап емес. Бірінші кезеңде мұнай, газ, тау-кен, химия салаларына қатысты ластанудың 80% тиесілі 50 ірі кәсіпорынды үздік технологияларға көшіру жоспарланған. Кодекс жобасында бағдарламаға өзгерістер енгізу және көрсеткіштерге кезең-кезеңмен қол жеткізу кестесін қайта қарау мүмкіндігі қарастырылмаған екен. Осыған байланысты депутаттар егер бұл қоршаған ортаға теріс әсерін төмендетуге ықпал етпесе, оператордың кестеге өзгерістер енгізу құқығын көздейтін түзету енгізді. Бағдарламаны орындауға 10 жыл уақыт берілмек. Объектілер кешенді экологиялық рұқсаттарға көшуі тиіс. Үкімет ұсынған кодекс жобасында 10 жылда жұмыс аяқталмаса, кәсіпорындар ірі айыппұл төлеуі керек. Депутаттар мұның әлеуметтік салдарын ескеріп, түзету енгізді. Комплексное экологическое разрешение. Егер тиісті уақытта кәсіпорын қажетті көрсеткішке қол жеткізбесе, кешенді экологиялық рұқсат алынып қойылады. Салдарынан нысан жұмысын тоқтатуы мүмкін. Сондықтан депутаттар оларға 1 жыл уақыт беруді ұсынды. Есесіне кәсіпорындар зиян мөлшерін 70%-ке дейін төмендетуі тиіс. Осыған қатысты пікіріңіз қандай? На площадке Мажилиса обсуждалось. Бұл норма мәжіліс алаңында кәсіпорын басшыларымен бірге ұзақ талқыланды. Біз оны қолдаймыз. 10 жыл ішінде құрылғылардан ақау шығуы мүмкін. Жұмысты аяқтауға 1 жыл беруге келісеміз. Құжат жобасында жылқы, ірі қара, құс секілді үй жануарлары табиғатты ластаушы ретінде 3-ші санатқа енгізіліп отыр. Яғни қорасындағы малының саны 100-ге дейінгі кез келген ауыл тұрғыны жеке кәсіпкер оны тіркетуі тиіс. Бұдан бас тартқан шаруа қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ. Экология министрлігі бұл норманы да дұрыс түзбеген. Депутаттар тағы түзетуді талап етті. Формулировка менее 100. 100-ден кем дегенде ол 50 немесе 10, тіпті 5 малы болса да декларация жасау тиіс дегенді білдіреді. Сонда 20-30 не 100 тауығы бар шаруа олардың ауаға бөлетін зиян мөлшері туралы ақпарат беру үшін не істейді? Яғни ауылдағы шаруа бірдекілі құс баққан үшін облыс орталығына ат артып баруы қажет. Осы тұста бір тауық пен бір табын малдың айырмасы жер мен көктей деген мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин ірі қара жылқы құс үшін оның табиғатқа әсері бөлек-бөлек көрсетіліп, нақты механизм түзілуі тиіс деп тапсырды. Министр тағы да келісті. Если позволите доработать до второго чтения. Айта кетейік, кодекс жобасына сай мемлекеттік экологиялық сараптама өткізуге тек 1-2 санаттағылар міндеттеліпті. Депутаттар оған 3-ші дәрежелі нысандарды да қосуды сұрап отыр. Насколько правильно? Жанармай құю станциялары пластик, минералды тыңайтқыш өндіретін кәсіпорындар неге экологиялық сараптамадан босатылуы тиіс? Депутаттар оларға экологиялық бақылауды қалдыруды сұрайды.
Мәжіліс төрағасы химиялық өндіріспен айналысатын нысандарды экологиялық бақылаусыз қалдыруға болмайтынын атап өтті. Министрлік екінші оқылымға өзгертіп әкелетін болды. Тағы бір түзету. Жергілікті атқарушы органдар енді бюджетке түсетін экологиялық төлемдерді 100% тек табиғатты қорғауға жұмсалатын болады. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин экологиялық мәселені шешуде экономиканы да ескеру қажеттігін еске салды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев экологиялық кодексті жыл соңына дейін қабылдау туралы нақты тапсырма берген болатын. Осыған орай депутаттар осы саладағы проблемаларды шешуге, сонымен бірге экологияны таза ұстауға, қорғауға және табиғи байлықтарды сақтауға қатысты маңызды нормаларды енгізді. Сондықтан жаңа кодекс заманға сай технологияларды пайдалана отырып, еліміздің экономикалық жағдайын жақсартуға арналған нақты қадам деуге болады. Айта кеткен жөн, әкімшілік, құқық бұзушылық және салық кодекстеріне экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілмек. Тиісті заң жобалары бірінші оқылымда мақұлданды. Қоршаған ортаға шектен тыс рұқсатсыз эмиссиялар үшін әкімшілік санкциялар 10 есе, қалған құқық бұзушылық үшін 2 есе ұлғайтылмақ. Индира Жылқайдарова, қорытынды жаңалықтар. Қазақстанда бір тәулікте 148 адам коронавирус жұқтырды. Ауру белгілері әсіресе Нұр-Сұлтан қаласы мен Шығыс Қазақстан облысында көп байқалған. Әрқайсында 24 адамнан вирус анықталды. Қазақстан бойынша өткен тәулікте коронавирустан 117 адам емделіп шықты. Ал 274 адам COVID-19 вирустық инфекциясына ұқсас пневмония жұқтырған. Өкпесі қабынған бір науқас өкінішке қарай қайтыс болды. 68 адам аурудан айықты. Жалпы республика бойынша 110.832 адамның COVID-19 вирусын жұқтырғаны расталып отыр, ал 105.883 адам індеттен айыққан. Беті бері қарамаған 1825 науқас қайтыс болды. Осы COVID-19 вирустық инфекциясына ұқсас пневмония республика бойынша 37.205 адамнан анықталып отыр. Індеттен жазылып шыққандар саны 28.616-ға жетті. Бірақ індеті дендеп кеткен 396 науқастың демі үзілді. Бұдан бұлай ұшаққа ПТР тест анықтамасы жоқ шетел азаматтарын отырғызған әуе компаниялары айыппұл арқалайды. Оның көлемі де қомақты, 4,5 миллион теңгеге жуықтайды. Қолында анықтамасы жоқ шетелдік жолаушы елге жіберілмей кері қайтарылады. Ал Қазақстан азаматтарына қойылған талаптар қандай? Әуежайдағы тексеріс қалай жүреді? Ол жайлы әріптесіміз Риат Шони баяндап береді. Әуе борттарында да заң бұзушылық болады. Сондықтан шетелден келген жолаушылар әуежайда қатаң тексерістен өтеді. Бұған дейін көліктегі бас санитарлық дәрігер өзге мемлекеттерден келген 42 адамда ПТР тест анықтамасы болмағандығын айтқан еді. Қазақстан Республикасының азаматтары болса, оларда ПЦР тест болса, оларды біз жібереміз өздерінің үйлеріне. Ал егер болмаған жағдайда біз оны 2 күндік карантинге жатқызамыз. Және де олардың ПЦР тесттерінің уақытысы 3 күннен аспау керек болады. Ал егер шетел азаматтары Қазақстанның азаматы болмаса, олар бортқа отырғызылмайды. Ал бортқа отырғызылып қойған жағдайда және де олардың бізге келгенде уақыты 3 күннен асып кеткен болса, біз оларды депорт жасаймыз. Қашып кету фактілері тіркелді. Олар қалай жол бердіңіздер? Ондай жағдайлар болды. Осы 2 күн арасында. Ол біз ана жақта автобусқа отырған кезде, автобустан олар кейде сұранып шығып кетуі мүмкін. Біздің міндетіміз автобусқа дейін отырғызамыз. Мамандардың айтуынша ПТР тест анықтамасын қолдан жасап өтіп кетуі мүмкін емес. Жалған құжатты оңай ажыратуға болады дейді. Анықтамаларда справка және де өздерінің штрих-кодтар тұрады. Ондайда жағдайлар болды, олар подделка жасаған, біз оны сразу көрініп тұрады. Олар өздері отредактировать етіп істегендер болды, біз оларды сразу тауып аламыз. Олар Қазақстанның азаматтары болды, біз оларды неге жатқыздық, карантиндік стационарға жатқыздық. Айта кету керек, шетелден келетін дипломаттарға қатысты талап сәл өзгеше. Ұшаққа отырғанда қолдарында ПТР тест анықтамасының болуы міндетті емес. Өйткені олар Қазақстанға келгеннен кейін тұрғылықты мекенжай бойынша тексерістен өтуі тиіс дейді мамандар. Ал бүгін Майндағы Франкфурттан келген жолаушылар ПТР тесті Қазақстанда өту жеңіл екендігін айтады. Кей елдерде ұзақ күту керек екен. Я приехал специально
субботу. Мен жексенбі күні Нұр-Сұлтанға ұшып келу үшін арнайы сенбі күні сараптама тапсырдым. Таңертең ұшаққа отырар алдында маған нәтижесі келмеді. Барып сұрап едім, техникалық ақауларға байланысты әлі дайын емес деді. Соның кесірінен 2 күн Франкфуртта күттік. Ал тест нәтижесі ұшақ ұшып кеткеннен соң 2 сағаттан кейін дайын болды. Бүгін майындағы Франкфурттан 56 жолаушы ұшып келді. Бірақ барлығының бірдей қолында ПТР тест анықтамасы болмай шықты. Пассажирка сказала, что она прилетела во Франкфурт. Бұл жолаушы Франкфуртқа ұшып келген, бірақ онда белгісіз себептерге байланысты транзиттік аймақта келесі ұшағына отырғызбаған. Осылайша кері қайтарып жіберген. Ал біздің талаптар бойынша шетелден келген жолаушының қолында ПТР тест анықтамасы болмағандықтан біз оны карантинге жібердік. Ол Қазақстан азаматы. Жалпы көліктегі бас санитарлық дәрігердің қаулысына сай, қолында ПТР тест анықтамасы жоқ шетел азаматын бортқа отырғызған жағдайда әуе компаниясына айыппұл салынуы мүмкін. Оның көлемі 4.444.800 теңге. Ал өзге мемлекетте жүрген Қазақстан азаматтары қолдарында ПТР тест анықтамасы болмаса да елге қайталады. Бірақ келген бетте карантинге жатқызылады. Риат-Шони, Ерлан Наурызбаев, қорытынды жаңалықтар. Атырауда 200 орындық модульді жұқпалы аурулар ауруханасының құрылысы аяқталуға жақын. Қазір қажетті медициналық жабдықтар жеткізіліп жатыр. Облысқа жұмыс сапарымен барған премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов құрылыс жұмыстарымен танысты. Сондай жедел кеңес өтіп, аймақтың эпидемия ахуалы мен қауіпті індеттің екінші толқынына дайындығы пысықталды. Үкімет басшысының орынбасары ахуалды ушықтырып алмай, халықты және медициналық мекемелерді дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жұмыстарын жүйелі орындауды тапсырды. Екінші пандемия бола қалған жағдайда осы халқымызға қызмет етеді деп ойлаймын. Қазіргі таңда бұл аурухана 95%-ға дайын. Себебі тағы да қосымша жаттар келеді реанимациямызға. ИВЛ, өкпені жасанды тыныс алу аппараттары. Сонымен қатар реанимациялық және босандыру залдарына медициналық құрал жабдықтар келуін күтудеміз. Мұнайлы өңірдегі жағдаймен танысқаннан кейін Ералы Тоғжанов Батыс Қазақстан облысына барды. Вице-премьер көршілес елдерде коронавирустың ушыққанын айтып, облыс әкіміне эпидемиологиялық жағдайды ерекше бақылауға алуды тапсырды. Сондай-ақ премьер-министрдің орынбасары Орал қаласындағы көп бейінді аурухананың жұмысымен танысты. Облыстық жедел жәрдем станциясына 20 автокөлікті салтанатты түрде табыстады. Коронавирустың өршуі бүкіл әлемде сәлемдесудің дәстүрлі әдебін өзгертті. Қазақстандық белгілі саясаткерлер мен шенеуніктер де енді өзгеше амандасатын болған. Мысалы, мынау Қазақстан президентінің Алматыға жақындағы сапарынан кадрлар. Қасым-Жомарт Тоқаев жиналғандармен кеудесіне қолын қойып сәлемдесті. Ал елбасы тізе немесе шындақпен амандасуға шақырады. Біздің әріптестеріміздің фотосуретін оны анық көруге болады. Ал бұл елдің премьер-министрі Асқар Маминнің амандасу әдісі. Өзге дипломаттар мен саясаткерлер де елбасы мен президенттің кеңесіне құлақ асып, қол алып амандасудан сақтанып жүр. Зейін, біздің де амандасуымызды осындай бір қалыпқа көшіргеніміз абзал секілді. Дұрыс айтасыз, Лаура, арасы керек, кейде көңіл жықпастыққа салынып, қол алып амандасатынымыз да бар. Ал айтпақшы, Лаура, мына амандасудың қай түрі сізге көбірек ұнайды? Шынымды айтсам, маған екеуі де ұнап тұр, жалпы екеуі де қауіпсіз әдіс екен, иә? Бәрекелді. Ал Ақтауда 7 ай карантиндік үзілістен соң кинотеатрлар қайта ашылды. Кіреберісте келушілердің дене қызуы өлшеніп, бетперде тағуы талап етіледі. Ал кинозалдар іші әр сеанс сайын тазаланып, ауа залалсыздандырылады. Аймақ тұрғындары көптен күткен күн қазақстандық жаңа кинокомедиямен есте қалады. Кинопарк, Киноплекс, театр желісінің Ақтаудағы 3 кинозалы көрермен келуден бұрын мұқият тазаланады. Техникалық қызметкерлер әр орындықта микроб жойғыш ерітіндімен өңдеп, зал ішіне кварц шам жағып қоятын нысан сыйымдылығы 30%-тен аспайды. Санитарлық талаптарды сақтаудың маңыздылығын көпшілікпен қатар кино түсірушілері түсіністікпен қабылдаған. Тек қана Қазақстан емес, бүкіл дүние жүзі бойынша мәселе ғой негізі. Кинотеатрлар ашылса, кинотеатрдың саласында 7-10 мың адам жұмыс істейді. Оның ішінде кассирі бар, банағыдай операторы бар, басқасы бар дегендей. Аллаға шүкір, қазір елімізде жайлап кинотеатрларымыз ашылып жатыр. Маңғыстаулықтар карантин уақытындағы үзілістен соң тамашалаған алғашқы отандық кинотуынды «Любовь на миллион» деп аталады. Картина режиссері Олжас Ибраев, продюсері Тимур Бақтыбаев. Басты рөлдерді Ернар Сақыпов, Жақан Отырғалиев, Дина Тасболатова және Гүлнар Селбаева сомдайды. Адалдықтың, адал махаббаттың, ер адамдардың арасындағы достықтың, жалпы достықтың жаңағы тақырыбын ашады. КВНщиктер
эмоцияны көріп үйреніп қалғанбызды. Резко әзіліңді айттың, күлді, соңған үйренгенбіз. Камераның алдында кішкене басқаша екен. Коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі ведомстволық комиссия шешімімен эпиджадай тұрақты аймақтарда кинотеатрлар жұмысы 26 қазаннан бастап қайта жанданғаны мәлім. Әзірге бұл мүмкіндік Ақтау, Атырау мен Алматы қаласына беріліп отыр. Талғат Исламұлы, Ринат Досалиев, қорытынды жаңалықтар Ақтаудан. Еңбек бағдарламасын жамылып, пайда табу дерегі жиілеп кетті. Ішкі көшті бір арнаға бұрып, қоныстанушыларды солтүстік пен шығысқа тарту жобасы да алаяқтардың оңай олжасына айналып барады. Мәселен, біраз отбасы киелі Түркістаннан Таулы Тарғабатай ауданына көшіп бардық деп жергілікті әкімдікке құжат өткізген. Еңбек шарты бойынша мемлекеттен тиесілі 4,5 миллион теңгенің қаржылай көмегінде қалталарына басқан. Алайда іс жүзінде бұл отбасылардың дені шығысқа тіпті аяқ баспаған болып шықты. Бұл былықты осы өңірдің экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері әшкереледі. Жалған құжат жасаған күдіктілердің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Енді олардың әрқайсысы мемлекетке 3 миллион теңгеден айыппұл төлейді, немесе мүлкі тәркіленіп 3 жылға дейін бостандығы шектеледі. 4 участников программы. Түркістан облысының 4 тұрғыны шығысқа көшіп келмей тұрып, Тарбағатай аудандық жұмыспен қамту бөліміне жалған құжат жасап ұсынған. Тіпті үй сатып алғандары туралы келісім шартты құжат ретінде өткізген. Алайда олар үй сатып алдық деп құжатта көрсеткен адамдарға сұрау салғанда баспана сатпағандарын айтып таң қалды. Қазір осы іс бойынша тергеу жүріп жатыр. Зейн, енді бұндай кезде не деуге болады? Лаура, бұл жемқорлар мен жемқорлықтың жүрмейтін жері жоқ деген сөз, өкінішке орай. Рас айтасыз, тым болмағанда халықтың игілігіне жарайды деп қолға алынған игіске бөлінген құжатты пайдаланбаса да болады ғой. Әлбетте. Еліміздегі электрондық еңбек биржасында 176 мың білікті маман сұранысқа ие болды. Бұл тек соңғы 3 айдың есебі. Ал екі қолға бір күрек іздеп жүргендер саны 123 мыңнан асқан. Яғни еңбек нарығында бос жұмыс орындары жұмыс іздеушілерге қарағанда басым. Кадр тапшылығы әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен Қостанай және Қарағанды облыстарында байқалады. Бірақ өңірлер бойынша көрсеткіш біркелкі емес. Елдің батысы мен оңтүстігінде жұмыс табу қиындау болып тұр. Мысалы, Атырау облысында 100 бос орынға 220, Қызылордада 180, Маңғыстау облысында 140 адамнан келеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің дерегінше қазір жұмыс берушілер тарапынан сұраныс әсіресе жол жөндеу саласындағы мамандарға артып отыр. Мұнда 4800 адамның орны бос тұр. Азық-түлік бағасы тағы өсті. Тұтынушылар әсіресе шемішке майының қымбаттағанын айтып шағымданып жатыр. Ол 15%-ке көтерілген. Бағаның бұлай шарықтауына не себеп? Тілшіміз Гүлжан Көленқызы саралап көрді. Алматыда халық көп тұтынатын азық-түлік бағалары өскен. Атап айтқанда, қант 28%-ке, шемішке майының бағасы 14,6%-ке артқан. Сондай-ақ қарақұмықтың да құны көтерілгені байқалады. Қымбатшыл халықтың қалтасына әжептеуір салмақ салып тұр. Тиылды қойдық қазір. Азық-түлік мына өтетін болды өміріміз. Тамақтың да бағалары қымбаттап кетті. Әрине қиын болып жатыр қазір. Майдың өзі қазір 5 литр майыңыз 3000 теңге болып жатыр. Кезінде сол майларды біз 1700-1800-ден алғанбыз. Мамандар азық-түліктің қымбаттауына шикізаттың аздығы себеп болып отыр дейді. Мәселен, биыл қант қызылшасының алқаптары азайған. Сондықтан ішкі нарықтағы шикізат тапшылығы тұтынушыға жететін дайын тауардың бағасын шарықтатып жіберуде. Елімізде бар шикізатты шетелдік компаниялар сатып алуда. Олар бір мезгілде көп объемда сатып алуға дайын. Ол тек осы май өнімдерінде ғана емес, көп позицияларда байқалынады. Мысалы, көкөністерде де биыл картоп Ресейде аз болғандықтан Украинада бізге келіп, біздің солтүстік аймақтарда олар көп өнімдерді сатып алып, әкетіп жатыр. Соған байланысты картоп биыл егер былтыр ол 85, осындай кезде 85 теңгеден килограмм сатылымда болатын болса, қазір 100 теңгеге дейін өсті. Енді ол нарықтың заңдылықтары, әрине, біз қала тарабынан үкіметке осындай жағдайларды ескере отырып, арнайы хаттамаларды жіберген болатынбыз өзіміздің ұсыныстарымызбен. Қала билігі тарапынан бағаны тұрақтандыру үшін 2000 тонна қант сатып алынып, ірі супермаркеттерге төмен бағамен қойылған. Май шығаратын зауыттармен бағаны көтермеу туралы келісімдер де жасалған. Қатты өскен ол гречка. Гречка жылдың басында бізде егер 295 теңгеге
1 килограмм сатылатын болса, қазір 364 теңгеге дейін өскен болатын. Майдың бағасы бізде алдында 2700 теңге болатын, қазір 2850 теңгеге дейін өсті. Бағаны тұрақтандыру шаралары қаладағы 2-3 супермаркеттегі бағаларды ұстап тұруға ғана мүмкіндік беруде. Ал көтерме базарда азық-түлік бағасы тіпті қымбат. Шемішке майдың 5 литрі 3000 теңге, қанттың келісі 300, қарақұмық 400 теңгеден саудалануда. Гречканың килограммы 400 теңге. Қымбаттап кетті ма? Ал бұрыннан 400 ғой? Алтай жазымен 400-ден сататынбыз ғой. Базар нарқы осындай. Халық азық-түлікті күн сайын құбылған бағамен сатып алуға мәжбүр. Гүлжан Көленқызы, Валентин Лабанов, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Елімізде әлеуметтік әлжуаз топтағы азаматтарға көрсетілетін көмек әлі де мардымсыз. Бүгін Көкшетауда Қазақстан Коммунистік халық партиясының өкілдері осындай мәселе көтерді. Коммунистердің айтуынша бір ғана баспанамен қамтамасыз етудің өзінде қол жеткізген жетістігіміз шамалы. Мәселен, Ақмола облысында 21 мың адам баспана кезегінде тұрса, олардың 4,5 мыңға жуығы жетімдер мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалғандар. Алайда осы санаттағы жандардың жыл сайын тек 90-ы ғана баспаналы болады. Бұл өте төмен көрсеткіш дейді партиялықтар. Жиынға қатысушылар жәрдемақы тағайындау мен атаулы әлеуметтік көмекті үлестіруде жүйелілік жоқ екенін айтады. Біздің фракцияның ұсынысы әлеуметтік жағынан аз қамтылған жандарға көмекті күшейту. Жақында министрдің айтқан әлеуметтік әмиян жобасы да біздің бірнеше жыл бойы айтып келе жатқан ұсынысымыз. Пандемия кезінде тұрмысы төмен отбасылардың жағдайы тіпті қиындап кетті. Сондықтан атаулы әлеуметтік көмекті жан-жақты көбейту қажет. Шалғай ауылдың тұрғындары сапалы медициналық көмектен қағылып отыр. Әсіресе биылғы пандемия кезінде қырдағы халыққа дұрыс ем-дом жасалмады дейді. Дәрі-дәрмек жетпей қалды дейді ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының өкілдері. Иә, олар Қарағанды өңіріндегі 200-ден астам елді мекенді аралап, зерттеу жүргізген. Енді өз ұсыныстарын үкіметке жолдамақшы. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы өкілдерінің айтуынша шалғай елді мекендердегі ең басты мәселе маман тапшылығы. Қарағандыдағы медицина университетін жыл сайын 500-ге жуық түлек тәмамдаса, соның бірен-сараны ғана ауылға жұмысқа барады. Жастарды тарту үшін ең әуелі олардың әлеуметтік жағдайын шешу керек дейді партия белсенділері. Ауылға баратын медицина саласындағы жас мамандарды тұрақтандыру. Бұл дегеніміз осы медицина саласындағы қызмет көрсететін ауылдағы мамандарды тұрғын үймен қамтамасыз ету және жалақы мәселесін шешу, жалақыларын көтеріп, олардың және де қосымша төлемақыларын ұйымдастыру. Осыған байланысты біраз мәселелерді қарастырып шешетін боламыз. Өкінішке қарай ауылдағы емдеу мекемелерінің материалдық техникалық жағдайы да мәз емес. Ғимараттар тозған, көпшілігінде қондырғылар жетіспейді. Партия өкілдері өңірдегі 200 елді мекенді аралап өткен соң осындай қорытындыға келген. Дегенмен денсаулық сақтау басқармасының мамандары биыл ауылдарда 32 фельдшерлік акушерлік пункт салынатынын айтты. В этом году мы уже на 1,2 миллиарда село оснастили. Биылғы жылы біз ауылдағы емдеу мекемелерінің материалдық техникалық базасын жақсарту үшін 1,2 миллиард теңге қаржы бөлдік. Оған УЗИ, рентген, кардиограф, өкпені жасанды желдету аппараттарын сатып алдық. Бұл қондырғылар тұрғындарға көрсетілетін медициналық қызмет сапасын одан әрі жақсартуға мүмкіндік береді. Қазіргі күні әлеуметтік дәріхана аудан орталықтарының барлығында бар, ал шалғай ауылдарда ашу тиімсіз. Сондықтан жылжымалы дәріханалар жіберілмек. Биыл Ұлытау мен Ақтоғай аудандарына жеткізілген. Қалғандары келесі жылы қамтылады. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Суға батпайды, батпаққа тұрмайды. Ертіс өңірінің ғалымдары күй талғамайтын көлік құрастырды. Мамандар бұл машинаны жарты жылдай жинаған. Осы аралықта өнертабыс техникалық тұрғыдан түгел жетілдірілген. Жоба авторларының айтуынша көлік алдымен құрғақ жерде, кейін суда сыналды. Темір тұлпардың тегеруіні батпақтан да, судан да, тіпті құмнан да өтуге жетеді. Қозғалтқышында 75 аттың күші бар, салмағы 600 келі. Сағатына 60 шақырым жылдамдықпен жүре алады. Отандық көліктің құны да әлдеқайда арзан. Негізі бұл балық және мал шаруашылығы қажет болса, төтенше жағдайлар қызметі үшін де таптырмайтын құрал болмақ. Тапсырыста түсті. Енді ғалымдар отандық өнертабысты сертификаттап алмақшы. Мы делали для себя
самый дешевый вариант. Біз ең арзан нұсқасын құрастырдық. Басқару жүйесін сынақтан өткіздік. Двигательдің кез келген түрін қолдануға болады. Кем дегенде қуаттылығы 10 ат күшіне тең қозғалтқышты қолдануды көздейміз. Осындай түрі қырда жүруге жарамды. Ал қуаттылығын 30 ат күшіне ауыстырсақ, батпақты жерлерден де оңай өте алады. Керемет, Лаура, қарап отырсақ, енді осы көлікті жаппай өндіруді жолға қойса да болатын секілді. Зейін, шынында да, өйткені шетелден әкелінетін техниканың бағасы біріншіден удай қымбат, әрі шаруаның қалтасы көтере бермейді. Дұрыс айтасыз, ал мына көлікті байқап отырмыз, ықшам, ыңғайлы, әрі бағасы да тиімді. Келісем. Ал Ақтөбе облысында 2-ші тоқсаннан бастап тағы 33 мектеп дәстүрлі білім беруге көшеді. Яғни оқушылар саны 300 баладан аспайтын 250 оқу ордасы балаларды мектепте оқытады. Ол үшін өңірде эпидемиологиялық ахуал қалыпты болып, бүлдіршіндердің санитарлық қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі шарт. Бүгін облыстық білім басқармасы өкілдері өңірдегі оқу ордаларының жаңа кезеңге дайындығы туралы баяндады. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Облыс орталығындағы нөмірі 21 мектеп гимназиясында 2000-ға жуық оқушы білім алады. Бірақ қазір оқу ордасының ғимараты бос тұр десе де болады. Себебі балалардың тек 4-тен бірі ғана, оның ішінде бастауыш класстары бірнеше ауысымға бөлініп, дәстүрлі жолмен білім алуда. Өзгелері қашықтан онлайн режимде оқиды. Ол үшін мектеп қорындағы 80 компьютер мұқтаж жандарға үлестіріліпті. Біздер мектеп гимназияның өзінің қорындағы барлық компьютерлерді оқушыларға таратып бердік. Сол бізде сұранысты қанағаттандырды. Біздер артық компьютерге сұраныс білдірмедік. Дегенмен электрондық құрылғыларға мұқтаж жандар өзге мектептерде бар. Сондықтан оқу жылы басынан білім ордаларына тиесілі 20 мыңнан астам компьютер үлестірілген. Карантиндік кезеңді тиімді қолдануды көздеген жергілікті билік 2 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқандығын айтты. Жаңа ғимараттарда салынуда. Ақтөбе облысы бойынша 20 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Оның 8-і жыл аяғына шейін берілу керек. Оның көпшілігі осы Ақтөбе қаласына қатысты, аудандарда бар. Негізінен бұл мектептердің барлығы 3 сменді 3 кезеңді мектептердің, сол сияқты авариялық жағдайдағы мектептердің мәселесін шешу. Мәселен, Шиелсай ауылындағы 600 орындық мектеп құрылысы келер жылға аяқталуы тиіс. Әзірге облыс орталығы іргесіндегі ауылда тек 50 оқушы болғанымен, санаулы жыл ішінде тұрғындар саны әлдеқайда ұлғаюы мүмкін. Себебі жеке тұрғын үй құрылысына 800-ге жуық жер телімі үлестірілген. Сондықтан ауыл балаларына арналған білім ордасы жуырда пайдалануға беріледі. Мансұр Исхожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. Кеңестік заманда Абайдың ақындық қырғаны насихатталып, шығармаларындағы діни және философиялық көзқарасы көп зерттелмеді. Енді осыған үлкен мән беріліп жатыр. Жаңарған қоғамның қалыптасуында ұлы ойшылдың өлең жырларының мәні мен мағынасының өзектілігі артып келеді. Абай мұрасы атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысқан ғалымдар осылай ой түйді. Жиында президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласымен аттас Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан кітабының тұсауы кесілді. Іс-шараға белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері мен абайтанушылар қатысты. Абай мұрасын зерттеу ол бір күнмен де кейінгімен де шектеліп қалмайды. Өйткені біз қашан да болмасын Абай мұрасын үнемі зерттеуіміз керек. Абайды зерттеу ол қазақ бар кезде ол Абай да бар, Абай бар болғанымыз Абай зерттеу де бар. Абай айтқан сөзді темірқазық етіп ұстасақ, міне біздің еліміздің негізгі даму бағыты осы бағытта болу керек. Ал Ақтөбеде хакім Абайға ескерткіш орнатылды. Айтулы шараға ұлы ақынның туған өлкесі Семейден арнайы жеткен зиялы қауым өкілдері қатысты. Сондай-ақ белгілі қаламгерлер мен ақын жазушылар салтанатты жиынның куәгері болды. Ақтөбеде бұрын соңды қазақтың бас ақынының көлемді мүсіні болған емес. Биылғы Абайдың 175 жылдық мерейтойында бұл олқылықтың орны толды. Жергілікті мүсінші Жеңіс Жұбанқосовтың қолынан шыққан ғұламаның бейнесі қаланың қақ төрінен орын тапты. Абай атамыз алматыда тұрған мүсіннің авторы өзімнің мұғалім. Оқу жүргеннен бастап өзім сол жұмысқа қызығатын едім. Мен де осындай Абай мүсінін өзімнің қаламда Ақтөбеде қойсам ба деп арманына жетіп отырмын. Ермеков Тоқтармен бірге осы Абай атамыздың бейне тұлғасын болашағымыз өссін деп, білімденсін деп, өзінің ойымен, терең ойымен келатқан бейнесін көрсеттік. Қоладан құйылған ескерткіштің биіктігі 6 метрден астам. Алғашқы сұлуас жасалған сәттен кешенді бейнені әзірлегенге дейін мүсіншілер жарты жылға жуық уақыт жұмсапты. Ақынның қолындағы ашулы кітабы білім мен ғылымды дәріптеп өткенін тағы бір мәрте еске салғандай. Әлемге танымал бас ақынымыздың еңбегін халық болып ұлықтау мемлекетіміздің мерейін арттырады. Ұлы ойшылдың асыл мұрасын ардақтау және жан-жақты дәріптеу баршамыздың міндетіміз.
Ғұламаның 175 жылдығына орай өңірде ұйымдастырылып жатқан түрлі деңгейдегі шаралардың дені биылғы ахуалға байланысты онлайн форматқа ауысқан. Бұл жайттың оңтайлы тұстары да бар, себебі қызығушылық танытып, интернет арқылы қосылам деген көрермендер санына ешқандай шектеу жоқ. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. Қымбатты көрермен, арна ұжымының айтары осы. Жақсылықпен жүздесейік. Арнамыздың жаңалықтарын сайтымыздан көре аласыздар және Хабар Ньюс YouTube каналымыздан көріп біле аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды білгіңіз келсе, арнамыздың YouTube-тағы каналына жазылыңыздар. Ал біз барлық пікірлерді оқимыз, сондықтан комментарий қалдырыңыздар. Хабардан алыстамаңыз, жаңалықтан қалыс қалмаңыз. Хабар үзілмесін.